залқарлардан өзім ұстатым айтылу залқар төкмө оончу кемеңгер инсан Ашыралы Айталиевтің бір шығармасын атқарып берейін. Келіңіз. Бұл да сағадағы сабақ болсын. Жаш елек шайыр шаттанған алысқа сапар аттанған қимылдап пойыз бардасаң айдылырып көзден жаш тамған қимылдап пойыз бардасаң айдылырып көзден жаш тамған жөнөдім нарын қалаға ойымда сенсің садаға жүзімдей бышқан бөлтіріп ай жүзімден жаным садаға жүзімдей бышқан өлтіріп ай жүзіңден жаным садаға толқынын жиреп абаны учуда жетпей сананын убара болып кылчактабай артымдын улам карадым убара болып кылчактабай артымдын улам карадым қарағам менен пайда жоқ қапқайда қалды қараным елестейт бирок сүйкімді ай жарыкер жал жамалым елестейт бирок сүйкімді ай жарыкер жал жамалым ойлорым болып қанаған жолықсақ деймін қайрабат театр açıp жатқандан айларынан жазған саламға театр açıp жатқандан нарындан жазған салам қат осы жақтан айтамай салам қат ашкенменен көп жүрдік аябайбыз себеби акындык өнөрдүн негизи эле баягы ырчылык өнөрдүн бул таасири абдан чоң экен ошол айлана чөйрөгө карайт экен катарыңда кимдер бар баягы илгертен эле бабаларыбыз айтат го сен ошол жакшы адам тандагын жакшыларга жанашкын жамандан адашкын деген сөзү көрсө булардыкы аябай улуу экен бабалардын келген ошол
улуу салкарлардын жанында жүрүп калдык, көрдүк, ырдагандарын көрдүк, аябай тим эле керемет кылып. Эми жакында буюрса Ашкемдин да туулган күнү келатат да, ошого карата ушул чыгармалар ушул жаңырса, демек баягы өткөндөрдүн руху да ыраазы болуп калат да.